Самұрық-қазына қоры мамыр айынан бері ашық тендерді жетілдірілген электронды форматта жүргізеді, яғни сатып алу жүйесіне өзгерістер енді. Бұл бастама тәуекелдердің алдын алып, компания жұмысының тиімділігін арттырмақ. Он отправляет карточку. Заполняет. Жетілдірілген портал үш айда 770 миллион теңгені үнемдеуге сеп болды. Самұрық-қазына ұлттық әл-ауқат қоры жаңа жүйені ақпан айында іске қосқан. Порталдың тиімділігі қаржыны үнемдеумен шектелмейді. Облегчается существенно сама процедура проведения. Сатып алуларды жүргізу тәртібі анағұрлым жеңілдетілді. Әрі тіркелуге кететін уақыт қысқарды. Тапсырысты берушілер өз шешімін онлайн түрде жариялайды, ал ол шешім барлық жеткізушіге бірдей қолжетімді. Самұрық-қазына тендерлік байқауларды толықтай автоматтандырған бірден бір құрылым. Жаңа жүйе қара тізімге іліккен компанияларды бірден шеттетеді. Порталға тіркелу барысына да бірқатар өзгерістер енгізілген. Раньше на старом портале, допустим, все данные, которые заполнялись, они... Бұрын ескі порталда мәліметтер қолмен толтырылатын немесе Word форматынан жүктелетін. Қазір барлық мәліметтер сатып алу жоспарынан алынады. Әрі ескі жүйеде тендерге қатысушыларды тіркеуге 5 күн қажет болса, қазір 5-10 минут жеткілікті. Ең бастысы, тендерге қатысушылар қағаз бастылықтан арылды. Порталға тіркелу үшін олардан талап етілетіні тек электронды қолтаңба. Осылайша цифрландыру адам факторының ықпалын азайтып, ашықтық пен жариялықты қамтамасыз етпек. Гүлмайра Қуатбайқызы, Серік Қоңырбаев, қорытынды жаңалықтар.